Бүгінде егеменді еліміздің сот саласы қауқарлы да қуатты, тәуелсіз бір тұтас жүйеге айналып келеді. Бұл талай уақыттан бері атқарған жұмыстардың нәтижесі деп нық сеніммен айтуға болады. Қызылорда дербес облыс ретінде 1938 жылы құрылған болса, облыстық соттында өз жұмысын бастау осы уақытпен тұспа-тұс келеді. Облысымызда сот жүйесінің дамуы үшін талай заңгерлер өлшеусіз еңбек етті. Облыстық соттың тарихы сөз болғанда, жоғарғы соттың төрағасы лауазымын атқарған Қазмұхаммед Күледов, Омадияр Адамбаев, Бегайдар Жүсіпов сынды заңгерлеріміздің тұғырлы тұлғаларымен мақтануымыз керек. Еліміз егемендікке қол жеткізген тұста, сот жүйесі де жаңа кезеңге қадам басып, реформалау аясында жасалған оң өзгерістер Қызылорда облыстық сотында айналып өткен жоқ. Қаланың ең көрікті жері орталық алаңда орналасқан әсем ғимарат Қызылорда облыстық соты мен қаладағы орналасқан өзге соттарға берілсе, әр кезеңдері Шиелі, Қармақшы, Арал, Қазалы аудандық соттары жаңа үлгідегі ғимаратқа көшті. 2000 жылдан бастап сот жүйесі дамудың жаңа жолына түсіп, мамандандырылған соттар құрылып, ел игілігіне жұмыс жасауда. Жоғарғы сот төрағасы Жақып Асановтың сот төрелігінің 7 түйіні жобасы аясында бір қатар бастамалар көтерілді. Атап айтқанда, татуласу сотқа дейін сотта жобасы бойынша өңірлерде татуласу орталықтары ашылып, нәтижесінде дауласушы тараптар соттан тыс бітімге келу саны артты. Сонымен қатар, соттан артық жүктемелер алынып, істер электронды форматта қаралуда. Жоба нәтижесінде халықтың сот туралы ақпаратқа қол жеткізуі артып, сот жүйесі айқын және ашық бола бастады. Сондай-ақ, кешегі өткен билеріміздің дау шешу әдебі мен шешендік өнерін қолдану арқылы өңірлерде билер кеңесі құрылды. Өткен тарихты бағалай отыра, облыстық сотта әр кезеңде қызмет атқарған аға ұрпақ өкілдеріне құрметіміз әрқашанда шексіз. Өзіндік сара жолы бар облыстық соттың тарихы мұнымен тоқтамайтын ақиқат. Осы алдыңғы ұрпақ аға апаларымыздың салып кеткен әділдік сара жолында әділеттіліктің туын берік ұстап, заңды бұлжытпай орындау арқылы халыққа қызмет жасау әрбір судья мен қызметкердің міндеті деп білеміз.